Бұл уақытта Қазақстан қазынасының негізгі кіріс көзі мұнай мен газ бағасы алдағы жылдарда қымбаттай береді. Экономиканың дәл осы секторын ұзақ мерзімді дамыту үшін салаға 20 жыл ішінде 20 триллион доллар инвестиция құю қажет. Мұндай пікірлер Астанада өтіп жатқан дүниежүзілік мұнай кеңесінде айтылды. Осы тақылеттеріс келелі мәселелер кеше басталған 7-ші Қазэнерджи Евразиялық форумында талқыланды. Индонезия, Үндістан, Қытай, Орта Азиядағы жақын көрші әрі әріптес елдердің энергетиканы дамыту мен тиімді пайдалану тұрғысындағы бағыт-бағдары. Форумның екінші күніндегі әңгіме осы тақырыптан басталды. Жаһандық энергоэкологиялық ахуалды қайтсек тұрақтандырамыз. Табиғи қуат көздерін пайдалануды мейлінше өрістетудің жолдары қандай. Сарапшылар осы секілді маңызды жайттерге бас қатырды. Әлемде энергетикалық құрылым жылдам өзгеріп жатыр. Осындай кезеңде көптеген мәселені бірлесе отырып шешкеннен ұтылмаймыз. Бір ғана мысал, күн сәулесінен қуат алатын батарейлерді қолдануды барынша кеңейту. Мұның тиімділігін уақыттың өзі дәлелдеді. Қазақстанның жасыл көпір жобасы да кеңінен талқыға түсті. Ресми Астана ұсынған бағдарламаға қызығушылық танытып, іліп әкетуге көптеген елдер дайын. 2030 жылға қарай елде жел, күн энергиясының әлеуеті сағатына 1 триллион киловаттан асады деген жоспар бар. Тағы бір жағымды жаңалық, дүниежүзілік мұнай кеңесінің жиынын өткізуге лайықты ел ретінде Қазақстанның аты аталды. Энергия саласында, мұнай жағында көп өзгерістер болып жатыр. Содан біз қалып қалмау үшін қандай жасалыну керек? Дүние жүзінің эксперттерін, специалистерін аса біздің регионымызға, Каспий регионына сәйкес проблемаларды талқылауға жыл сайын жиналуға тілек білдірдік. 2014 жылы Мәскеу конгресінен кейін келесі жиын 2017 жылы ұйымдастырылады. 3 жыл сайын өткізілетін алқалы басқосуды қабылдауға Астана толығымен дайын. Қазақстан тарапынан өтініш жасалса, біз оны қуана қабылдаймыз, деді Дүниежүзілік мұнай кеңесінің президенті Ренато Беркани. Ол сондай-ақ экономиканы алға сүйреуші мұнай мен газ бағасына қатысты да пікір білдірді. Мұнай мен газ бағасының өсуі алдағы жылдарда жалғасатын болады. Сұраныс пен ұсыныс барысы бұл жағдайға өнім өндіру құнының ықпалы айтарлықтай болатынын көрсетті. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры бағалар ел экономикасына сәйкесінше болуы тиіс дейді. Өйтпеген жағдайда жанармай құнының бірде шарықтап, бірде құлдырауынан қашып құтыла алмаймыз. Бірнеше айға жететін қор жинап алғандар бағаны тұрақты ұстап, жағдайы келмегендер көтерсе, бір бекетте ұзақ сонар кезек. Екіншісінде бұған кереғар жағдайдың орын алуы осыдан шығады. Базаркулов, Саян Дияшев, Астана телеарнасы.